Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін күн күшті болып тұр. Бүгін қазанның 10-ы. Жан-жағымыздағы өрттің бәрі басылып, әркім өз тірлігіне кірісе бастадық. Нұрлан қойдың астарын тазалап жатыр. Жаз бойына жерде қой шарбағымен тұрған ғой. Шарбақта тұрған ғой енді. Ай, сасығақ. Астын бәрін тазалап жатыр. Төгіп жатыр. Екінші прицеп осы төгіп жатқанына. Бізде мынау әлі жанып жатыр. Пожарныйлар әлі қайтқан жоқ, өрт сөндірушілеріміз. Біздің қарақат теріп нетіп жүрген шірігіміз жанып кетті. Ауылдың маңайы бәрі жанып кетті. Кішкене ғана жайылымдар қалды енді. Тоқтағанына да шүкіршілік айтып жүргенді. Мен сіздерге көрсете алмаймын. Бар жаққаннан жанып жатыр шірігіміз. Бәлен жылғы ағаштардың бәрі өртеніп кетті. Өкінішке орай. Ауылдың маңайын тең жартысы қараңғы, қап-қараңғы тұр ғой, күніне жанып кетті ғой. Мына жақтарды аман алып қалды. Таулардың бастары бәрі қарайып тұр. Өрт сөндірушілер келді. Жан-жақтан неден келді. Қостанайдан келді. Көкшетаудан келді. Көкшетаудан, Теміртаудан, Қарағандының нелері, военный частыларындағы өрт сөндірушілер келді, солдаттар келді. Біраз жақтан адамдар келіп, көмектесіп, ауыздықтады. Біреуіңіз жаңалықтар көресіздер, біреуіңіз көрмейсіздер. Жаңалықтарда айтылды. Дала өрті, осы Қарқаралыда болып жатқан деп. Сол дала өрті именно біздің ауылда болды. Біздің жанымыздағы Шөптікөл деген ауыл бар. Ол ауылда тоже етті. Өртенді. Ол ауылдың ішіне кіріп өртенді. Қайта үйлері аман. Адамдар аман. Бір өрт сөндіруші кісі қайтыс болды. Обал болды 91-ші жылғы екен, әлі жап-жас кісі. Және де осы ауылдың тұрғыны, осы военный частта істейтін менен. Сол бала 94-ші жылғы сол бала күйіп, қазір реанимацияда жатыр. Сосын тағы да күйген адамдар бар. Зардап шеккен негіз. Мына жердегі таудың бәрі күйіп, ауылдың шетіне жақындаған кезде бізге кетші. Далада ойнап жүр. Сосын бізге дайын отыруымызды, документтеріміз бәрін дайын отыруымызды бізді әкететін болып шешім қабылдаған. Бұл жерде ойнап отыр. Біз одан кейін ауыздықтап, өрт сөндірушілер келгеннен кейін ауылда қалдық. Өте бір қорқынышты толы. Кәдімгідей нервімізді жұқартатын күндер болды. 6-сы, 7-сы, 8-і күндер біз үшін ауыр күндер болды. Өрт бір күні басылғанмен, екінші күні қатты желдің несімен қайттан өртеніп отырды. Кәдімгідей ауырға соқты ғой бізге. Әйел адамдар үйде отырғандықтан бізге ауыр тимеді деуге болмайды. Жүрегіміз ауырды. Жолдастарымызды ойымдадық кеткеннен кейін, одан кейін келгеннен кейін жолдасым түсірген видеоларын көрген кезде жүрегіміз одан әрмен ауыра түсті. Осы үйде тұратын ағам екеуі өрттің ортасында жалғыз өздері қалып қойған. Трактордың прицебіне мініп, үстерін су шашып, тақыр жерге барып, соның арқасында ғана аман қалып үйге келіп отыр ғой. Алланың құдіреті ғой, көмектескен. Сол трактор бәрі жанса, мысалға екеуі де аман қалмас еді. Аллаға шүкір деп келгендеріне қайта-қайта шүкіршілік айтумен болдық, жеңгенім екеуміз. Көріңіз ау, өртте жүруде оңай емес, тілсіз жаумен алысуда. Ауылдың азаматтары бұрында бәрі шығып, ешкім қалмай, бәрі барды, үлкені бар, кәрісі бар, жасы бар, бәрі барды. Тек қана әйел адамдар қалдық, үлкен аталармен. Қалғандарын бәрі өртте болды. Қиынға толы сол
қиындыққа толы 3 күн болды. Мынау не әлі жанып жатыр. Шілік мына жерде мынандай аққала тұрғандықтан көрсете алмайын сіздерге. Мына екеуін тастап кете алмаймын. Барып көрсетейін десем сіздерге. Сол достар, осыдан кейінгі видеоларды қазір осы неге видеоның несіне салатын боламын. Сол кездегі әрбір неде нетілген түсірілген видеоларды. Қаншама табиғатымыз кетті, қаншама жайлауымыз кетті, көп егіндіктер кетті, көп қиын болды. Ең асынан шөпті көл, осы Қызылшілік, Айырдың іргесіне де барды. Ан жердегі жұмыс істейтін Ақжалдың Алтай полиметалдың несіне де барды. Кен орнына да барды, шетіне оларды енді күш көп қой өшіріп алды. Теректіге барды, одан ары кетіп көлбасы бар, егімдақтың бар, бәрін жайпап өтті ғой. Енді Қоянды бар, Қояндың да өрт сөндірушілер әлі бар екен. Онда да сөйтіп осай басылғанмен әрбірінен астында боқтықтардың астында, мысалы қыстақтарда қалған осындай ағаштар өртенген, солардың арасында қалып қойған түптерінен не шығып жатыр, өрт шығып кетіп жатыр. Сондықтан да мыналар пожарныйларға үй-күйін тастап жүргендеріне бүгін нешінші күн, бұл уже 4-5 күн болды ғой келгендеріне. 6-дан бері 4 күн болды, бүгін оны содан бері осы ауылда жүр. Және де көп адамдар күйік шалып больницада жатыр, 5-6 адамдай жатыр ғой деймін. Негізі солардың амандығын тілеп біз кеше неге мектепке барып, өзіміз ауыл болып шелпек нетіп, пісіріп, Құран оқытып, ауыл болып жиналып, солардың тілеуін тілеп, дұға тіледік. Аман қалсын, енді ауырмасын, тез жазылып кетсін деп. Сосын артынан осы өрт сөндіріп жүрген, мына жақта жүрген, мына жерде әлі бір 15 шақты адам, 15 шақты дегенде 15-тен көп адам жүр. Сол адамдарды шайға шақырдық. Обедте ол апарып берген, біз қонсаңыздар үйіміз ашық деп ол айттық. Жоқ, біздің штабымыз Теректіге барамыз, Теректідеміз деді. Содан қазір Теректіде олар қазір осындай келеді, анау толыққанды өшпей, мына Шілік, ол кісілер кете алмай жүр үйлеріне. Қайтармайды ол кісілерді. Өйткені вертолет күніне 2 рет ұшады, әрбір жерден нетпесін деп, өрт шығып қайтадан елді мекендерге келмесін деп, сондай шатықшыларын жақсы ұйымдастырып жатыр. Осы жолғы министр ауыстырғалы бізге мысалы дала өртіне 1-ші жыл осылай көмекке батқан. Негізі сол төтенше жағдайлар министрлігі ауыстырғаннан бастап жұмыс деп жақсы болып жатыр деп айтып жатыр кісілер. Шынымен де ол кісілерге де Алла разы болсын, келіп жатыр, көмектесіп жатыр, үй-күйін тастап. Бұрында бұндай келмейтін, ауыл өз күшімен өшіретін, көбіне өшіре алмай қиналатынбыз. Ол бәлен күнге созылып, осы жолғы неде бәрі жұмыла көмектесіп жатыр, оған да шүкір. Қаладан көптеген машинада кісілер кеп көмектесті. Көп видеолар бар. Сол жолдасым түсірген видеоларын салатын болам. Көп андай сиыр дегендер қашады екен да, мынау аттар деген, жылқылар деген қашпайды екен ғой өзі. Жылқылардың қаншама күйгені бар. Обал енді жануарларға бар ғой. Енді бәрі басымыз аман болып, осы ауылға кірмегеніне шүкіршілік айтып, мен 2 баламен үйде қорқып, уже бар ғой, жүйкем сыр бере бастады ғой, біресе жылайып, біресе уайымдап далаға шығып, жолдасым аман сен кесе екен деп, қайта осы есіктен шығып, мынаған қараймын, анау жанып лапылдап, анау ауылға кірер ме екен деп, ол уайым. Группаға дайындалып отырыңыздар, документтеріңізді дайындаңыздар деген сайын ол уайым болды. Үйімізді тастап қайда барамыз, не істерміз, сумкаларымызды дайындап қойдық, енді шыны керек, документтерді бәрін дайындап. Сосын ең бір несі жылағанымыз сол кезде жанымызға батқанда, не үлкен ұлым әлі 8-де ғана ғой, сол звондап, мама, әкемді алда кетші ауылдан деп жылады ғой, тура. Месендерді уайымдап отырмын, қалмаңдаршы ауылда деп жылады. Сол кезде омен қосылып мен жыладым. Көп солай ішкі күн жан күйімізді айта алмаймыз сол уақыттағы. Қазір шүкір деп міне балаларымыз есік алдында ойнап отыр. Видеоларын бәрін салып, толыққанды түсіріп, сол тоғын жал неге шыққан кезде салатын болам. Ауылда интернет дұрыс істемей тұр. Даже тиктокқа, инстаграмға әзер кіріп тұр.
Білмеймін не болғанын біз неге. Міне біздің интернет неге істемей тұрғанын білмеймін. Қисайып қалған ба өзі. Мына бала батпақ езіп ойнап отыр, рахат болып отыр, шешіп бәрі ашылып қойған, шаруа жоқ онда. Анауан жерде бірдемені қотып отыр. Аллаға шүкір осы күнімізге, тыныш күнімізге деп отырық. Адамдардың көбі пландап отырған, нетіп отқан бәрі қалды. Міне енді жан жақта қазір ауыл азаматтары малдарын түгендеу үстінде, жылқылардың жоқ, сиырлар жоқ, мысалға шошып қайда кеткендерін білмейді. Вертолет 2 күннің бірінде ұшып, 2 күн емес, күнінде ұшады, 2 мезгілде ұшып болса маңайды бақылап жүр. Оған да шүкір деп айтып отырық енді. Бүгін енді өзіміздің қалыпты жағдайымызға, күнделікті тірлігімізге кеп жатырық. Алдында енді сол күнде Нұрланда жылқыларын іздеп таба алмай әйтеуір тауып әкелді кеше. Енді соткан бамбит как всегда толық қала береді ғой. Жан сөйлеп жатсам өшіп қалды. Екеуін ойнап отқанға қолдарын езіп тұрып. Енді осы қиынды күндеріміз артта қалғанымызға шүкіршілік айтып, тәуба деп жүрген жайымыз бар. Салатын болам қазір видеоларды осыдан кейінгі үзік видеолар. Енді олар соткаға тігінен түсірілген, көп сотканың качествосы жоқ. Әлі қысып жатыр. Қойса екен өзі. Ана кісілерге де обал болды, шынымен де бар ғой. Үйлеріне, ол кісілердің де үйінде семьялары тосып отыр ғой, қаншама отбасысы бар, бала шағасы бар. Уже 5 күн болды ол жақта жүргендеріне. Қайтса екен өздері. Міне итіміз жатыр мына жерде. Сол достар. Осы монтаждап енді қай жаққа шығамын, сол кезде бір жаққа шыққан кезде бірақ салатын боламын. Найзағай. Чот шаршап жатыр мен итім. Олар ойнап жүр. Ал үзік видеоларды көруге дайын болыңыздар. Мына жерде мен алыста деп түсіп ауыл группасына жүріп тұрған кезім, ол 1 сағатта уже жетті. Өрт бой берме тоғышын. Қоя беріп қарап тұрмыз, мына қараңдар. Биіктігін бұзатасын. Қанша метр бар мына бұзатасы? Түтінің 200 метр бар шығар. Шыққа қарай кетіп тұр жалпағын. Мына қараңдар. Снаряд жарылып атқандай ғой. Қалындығына қарашы. Қоя бір қарап тұрмыз. Естейміз енді қолда келеді. Түк іштеген жоқ. Ұшақ қысымыз. Кетті. Қыз шықты. Ocak uçtu koyalım. Uçtu ocak. Hala gel. Ne diyorsun? Koyuyorsun. Gerçi geç aşağı böyle. Düşük kaldı. Ne koyun aktım. Bana kadar akında dur. Oy ver bir yat. Kaldım üstüne bak koyduk. Camana ört. Borsa oldular. Dekon! Dekon bergeler! Borsa oldu. Şarja veriniz traktörge. Көрінбейді. Dekon мотоциклмен кетіп қалған жоқ па? Мотоциклмен кетіп қалған жоқ па? Ha? Niye kelip жатыр? Келіп жатыр, жету берді. Тым көрінбейді. Я. Ләулі жерде беле? Ләуліге жанып атқан. Келіп жатыр ма? Ләулі келіп жатқан жоқ па? Өшмейді екен ойнау, бесполезін екен ғой. Бек өшікті. Ол қарағанда жұрттық бәріміз.
ортасында шет жоқ қой қайда құмашқан кетті сәкең сәкең көрмеген еді қайда кетші қайда берсін ара берсін көріп деді ғой екеуміз лақтырған бері түсіп қалып жүрміз білетін шығар жолды ауылға барды бірді өтіп кеттім ауылдан қамқоры бидайды түтінді қарасын шоқ көреді өрт естіп қалып тұрсың алло бір машина тұр ғой ей жақтар мүлдем көрінбей бауырсақ қысырып қойдым. Мына жерге де өстіп. Ана неге баратын болсақ, қазір өрт сөндірушіге жаңа бер жүргем өрт сөндіріп жатқандарға нан мен бауырсақ тағы да дайындап қойдым пісіріп. Ана бұлақтың несін көрсете алмаймын енді. Мынау не жақ? Қыстағы жақ қып-қызыл еді. Ауылдың іші бар. Түтін түк көрінбейтін. Мына жақтың бәрі жанып жатыр. Мына ауылдың шетіне келдік. Мына шілік жанып жатыр. Базарга шамат туристі ба де? Базарга шамат туристі. Жоқ олан, жаңағы өтірбайдың төмен жағаны. Өтірбайдың төмен жақ қатты жаңа отыр жақ. Мынау ақжақ емес пе? Мынау ақжақ. Міне ақжақ. Олан қой тастың артында шілік қатты жаңа отыр, соны біз өтіп отырмыз дейді тұрсыздар. Нұрбол, мен анау қарық болдың сыртына келдім, вышкада шыға алмай тұрмын, вышкаға жеткен жоқпыз біз. Малдарды не істейміз, шарбаққа қабап кеттік, түгел шарбақта тұр. Ажағым жақта жатыр, мен жеке байға түстім. Басаға шүртеніп атырып үшін. Ой, чит болды ол. Қалған жоқ. Ауылды екі қайын өсіп құрады. Басаға шүртеніп мен жағынан кіріп, ан жағынан шығып көріп болды. Қалған жоқ. Ол жаққа бара алмайын. Ол жаққа бара алмайсың, қия ғой ол жақ. Министерстводан вертолет келді. Қазір бұл қайрадан ұшайын деп тұр. Бүкіл нені өртті қарап шықпақ айналып.
Әтейдің басына келгендік. Чаечниктар, адавоз. Бәріне тамақ беріп отырмыз. Бәрі үйден. Аяқ шешетін, аяқ қоятын жер жоқ. Ау. Жоқ. Әтейдің басында бір қора солдаттар. Чаечниктар. Шулау. Бәрі тамақтанды, тамақта. Неде построение. Екінші вертолет. Мынау кішкентай ғой. Көрдіңдер ме? МЧС-тің машиналары. Мына екі автобусты айырмен қызылықтың кісілерін көшіреміз деп әкелген. Пока тоқтатты. Енді 10 шақты машина, оннан асама қызылық жақта жүр. Екіншісі оны атыр. Қарық болмас, базарды бәрі кептірі, жалмас сен жүктерін келді. Вертолет келді аяқ кейс. Қарық болмасына қонайындақ білет вертолет. Еді ғой, вице-министр ма? Сондай ма не? Қон алмайды айна. Қарық болға вертолет қондырып отырмыз. Әлі тұр. Өрт басталып кетті осы қайтадан. Қарық болдың сыртына. Қон алмайды деймін, шаңы. Ол біліп тұға қайыр сенен сұрап тұрған жоқ көр. Жаңғыда шартты күйік қапты бейшері. Жаман күйік қапты. Күйір ожалы. Піс қапты ма жылға. Қара. Ой, бұл бейшері. Денеш тұра алмайды тұр. Көзі де көрмейді екен бейшелердің. Жаман күйік қапты. Піс қапты денесі бәріне қара. Ені бар ғой. Мен ер жағынан тұрып қоқпа бірдеңе. Ой, бұл бейшелер. Kızıma istiyordu, solacak gider bak. Ayran çıkar. Мектептеміз дала қараңғы болды. Пожарныйларға тамақ берейік деп, шай берейік деп, досотық шай ішпеді ғой деп. В общем, мектептеміз. Сіздер әлі келген жоқ, шай бәрін беріп қойып деп дайындап отырық.